Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге өте нәзік болып шығатын жұмсақ балды торттың рецептімен бөлісемін. Алдыңғы торттарға қарағанда дәмі өте ерекше. Жасап көрулеріңізге кеңес беремін. Бізге керегі ең алдымен 2 дана жұмыртқа. Жұмыртқамызға қантымызды салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Барлық рецепттер описание бөлімінен қарай аласыздар. Бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Ерітілген сары май немесе мұздатылған сары май қоспаймыз. Бөлме температурасында тұрған сары майымызды қосып, жақсылап араластырып аламыз. Енді 2 ас қасық балымызды саламыз. 3 ас қасық салқын сүтімізді құйып араластырамыз. Содан соң газ плитада суымызды қайнатып алып, жай отта массамызды салып, жақсылап араластырамыз. Ерігенше жақсылап араластырып аламыз. Барлық жері толықтай ериді. Қатты ыстық болмау керек. Осылай ерітіп алғаннан соң, енді содамызды саламыз. Содаға уксусты құйып, осылай бейнедегідей саламыз. Содан соң жақсылап араластырамыз. Қалыпты жағдай осылай реакция беріп көпіреді. Араластыруды тоқтатпаймыз. Массамыз біркелкі болып араласты. Енді газ плитадан алып, ұнымызды салатын боламыз. Електен өткізілген ұн 400-450 грамдай қосамыз. Одан артық ұн қоспайсыздар. Корждарымыз қатты болып кетуі мүмкін. Төменде описанияда белгілегем. Рецепт бойынша жасасаңыздар, сіздердің торттарыңыз сәтті болып шығады. Ұнды осылай 2 бөлікке бөліп салып аламыз. Сонда корждарыңыз жұмсақ болып шығатын болады. Корждың массасы дайын болды. Осындай қаймақ тәріздес қою болу қажет консистенциясы. Енді пищевой пленкамен орап, тоңазытқышқа бірнеше сағатқа қалдырамыз. 1,5-2 сағаттай тұрады. Қамырымыз дайын болды. Тоңазытқышта 2 сағаттай ұстадым. Қараңыздар, осылай қамырымыз қатаю қажет. Тоңазытқышта 2 сағаттай тұрды. Осындай пластилин тәріздес болу қажет. Қараңыздар. Ұнымызды себеміз, жабысып қалмас үшін. Енді рулет тәріздес қылып формамызды жасап аламыз. Содан соң бөліктерге бөліп, кесіп аламыз. Торттың диаметрі 26 сантиметрлік қылам, сондықтан 9 бөлікке бөлемін. Егерде сіздер одан да кішкентай диаметр жасайтын болсаңыздар, одан да көп бөліктерге бөлесіздер, қалауларыңыз бойынша. 9 бөлікке бөліп алдық. Осылай думалақша тәріздес қылып формасын жасап аламыз, жаюға ыңғайлы болу үшін. Формасын жасап алдық. Бірден пергамент қағазына жаятын боламыз. Ыңғайлы болу үшін осылай пергамент қағазын үстіне ұнымызды сеуіп, жұқа қылып жайып аламыз. Осылай бейнедегідей жұқа қылып жайып аламыз. Мінеки барлығын бірнеше пергамент қағазына осылай жайып аласыздар. Міндетті емес, біркелкі болып шығу, жанын кесетін боламыз әзір формамен. Қызып тұрған пеште 220 градуста пісіріп аласыздар 3-5 минут қызарғанша. Корждарымыз пісті, қызарғанша пісіріп аласыздар. Ыстық күйінде осылай формамызбен жанын кесіп аламыз. Форма немесе кастрюльдің қақпағымен кесіп алсаңыздар болады. Осылай дөңгелекше етіп формасын жасап аламыз.
Формасын жасап алдық. Осылай біркелкі болып шықты. Енді қалған бөліктерін әсемдігі үшін пайдаланатын боламыз. Үгітеміз. Решеткаға барлығын орналастырып шығамыз. Асты ыстық күйінде жабысып қалу мүмкін. Енді қалған бөлігін блендердің көмегімен немесе оқтаудың көмегімен осылай ұсақтап аламыз. Мен балды тортына қайнатпалы крем пайдаланатын боламын. Қайнатпалы крем деген орысша айтқанда заварной крем өте үйлеседі, жеңіл әрі ингредиенттері қолжетімді. Астына ссылкасын белгілеп кетем, міндетті түрде қарай аласыздар. Енді осы қайнатпалы креммен торттарымызды жинап шығамыз. Осылай 2,5-3 қасықтай салып, әдемілеп біркелкі қылып жағып, торттарымыздың 9 бөлігінде осылай рет-ретмен орналастырып, арасына кремімізді жағып, торттарымызды жинап шығамыз. Өте керемет үйлеседі. Сонымен қатар бұл тортқа кілегейден жасалған сметанный кремді өте жақсы барады. Тағы басқа кремдерді жасауға болады. Негізінде бұл тортқа осындай жеңіл, сұйық крем жасасаңыздар өте керемет үйлеседі. Осылай ортасына формамызды орналастырып аламыз, немесе думалақ тарелка қойсаңыздар да болады. Қалауларыңыз бойынша әсемдеп шығасыздар. Ұсақтап алған коржымызды осылай електен өткіземіз. Әдемі біркелкі болып шығады. Мінекей балды тортымыз дайын. Осылай ақырын ортасын ажыратып аламыз. Әр түрлі жеміс-жидектерді ортасына қойсаңыздар болады әсемдік үшін. Қалауларыңыз бойынша мен құлпынай жемісін қойдым. Өте дәмі керемет үйлеседі. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің рецептерім сіздерге ұнаса, достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар. Және менің каналымның дамуына үлестеріңізді қосыңыздар. Каналыма тіркеліп алыңыздар. Алдағы уақытта сіздерге түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Ауызашарға жеңіл торт жасап көріңіздер. Сіздермен болған Жансая, сау болыңыздар.